Сәлеметсіздер ме оқушылар? Кезекті қазақ тілі сабағы. Сабақ тақырыбы қазақтың кәсіби театр өнері. Оқу мақсаттары: оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан жинақы мәтін жазу. Жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық ерекшелігіне сай қолдану. Сабақ мақсаты: оқушылар мәтіннің баяндау желісін сақтап, жинақы мәтін жазады. Жай сөйлемдерді айтылу мақсатына сай қолданады. Бағалау критерийлері: білім алушы мәтіннің баяндау желісін сақтап, жинақы мәтін жазады. Жай сөйлемдердің құрылымдық ерекшелігін сақтайды. Оқушылар, енді суреттерге назар аударайық. Бұл суреттердің бүгінгі сабағымызға қандай қатысы бар? Дұрыс айтасыздар балалар. Қазақтың драма театры алғаш шымылдығын Мұхтар Әуезовтің «Еңлік кебек» драмасымен ашқан болатын. Сонымен қоса, алғаш рет «Еңлік кебек» пьесасы 1917 жылы Ойқұдықтағы Әйгерім жайлауында қойылды. Абай өз шәкірттерінің ақындық қабілетін шыңдап, жетілдіріп отырған. Ел аңызын арқау етіп, Шәкәрім, Мағауия, Еңлік кебек дастанын жазды. Театр қас сұлудың көз жасындай мөлдір өнер дейді Ғабит Мүсірепов. Театр кез келген адамды жинақылыққа, сұлулыққа тәрбиелейді. Театрға бару арқылы біз сұлулық сырын ұғынамыз, өз-өзімізді реттейміз. Театрдың адам баласына беретін тағылымы, өнегесі мол. Бүгінгі біздің сабағымыз қазақтың кәсіби театр өнері болғандықтан, осы тақырыпқа сай тапсырмалар орындаймыз. Алдымен оқушылар, жинақы мәтін дегеніміз не? Сол туралы түсініп алайық. Жинақы мәтін бастапқы мәтіндегі негізгі идеялар мен ақпараттарды сақтай отырып, мәтін көлемін ықшамдау және өңдеу. Оқушылар, жинақы мәтін жазуда мынадай мазмұндық өңдеуді басшылыққа аламыз. Мәтінді мұқият оқу және негізгі қосымша ақпараттарды анықтау, қосымша ақпараттарды сызып тастау. Негізгі ойды білдіретін тірек сөздерді, сөйлемдерді белгілеу. Автор ойын, баяндау желісін сақтай отырып, мәтіндегі негізгі ойды ықшамдау. Мәтін түп нұсқасының сілтемесін көрсету. Мысалы, автор айтқандай, театрдың арқасында, мәтінде берілген, тағы да сол сияқты. Оқушылар, енді мен сіздерге мәтінді оқимын, сіздер тыңдап аласыздар. Және осы мәтін негізінде жинақы мәтін жазамыз. Қызылордада 1926 жылы 13 қаңтарда Мұхтар Әуезовтің «Еңлік кебек» пьесасымен және халық өнерпаздары қатысқан үлкен концертпен тұңғыш рет театр шымылдығы ашылды. Алғашқы құрылған жылдары театр құрамында көркем өнерпаздық пен халық шығармашылығының танымал шеберлері Иса Байзақов, Әміре Қашаубаев, Қалибек Қуанышбаев, Елубай Өмірзақов, Серке Қожамқұлов, Жұмат Шанин, Құрманбек Жандарбеков, Қанабек Байсейітов, Қапан Бадыров, Қажымқан Мұңайтбасов тағы басқалар ойнады. 1929 жылы театр труппасы Алматыға қоныс аударды. 1937 жылы 27 ақпанда академиялық театр атағын алды. Театр 20 жылдығына орай 1946 жылы Еңбек Қызыл Ту ордені,
ал 50 жылдығына орай 1976 жылы Халықтар достығы ордендерімен марапатталды. Театрға 1961 жылы жазушы, драматург Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің есімі берілді. Театр сахнасында ерлікке толы ұлы өмірлер, патриоттық, отаншылдық сезімдер, жанқиярлық еңбектер мен жан-жақты шырланатын қойылымдармен қатар, халқымыздың рухани, асыл армандары мен мұң-мұқтаж, талап-тілегін бейнелейтін тарихи эпостық тақырыптағы шығармаларға да көптен қойылды. Мұхтар Әуезовтің Абай, Еңлік Кебек, Қобыланды, Сәбит Мұқановтың Шоқан Уәлихан спектакльдері ерекше шығармашылық табыс болды. Театр ұжымы өз еліміздің алыс аймақтарына, оңтүстік Қазақстан, Маңғыстау, Қызылорда, Жамбыл облыстарына, Астана, Павлодар, Семей, Қарағанды, Өскемен қалаларына, Омбы, Ресей Федерациясы қойылымдарымен барып қайтты. Оқушылар, енді осы мәтін негізінде жинақы мәтін жазамыз. Оқушылар енді өздеріңіз жазған жинақы мәтінді негізгі мәтінмен салыстырамыз. Қандай қосымша ақпараттарды сызып тастадық, қандай негізгі сөйлемдерді ажырата алдық. Жақсы оқушылар, сіздер бұл тапсырманы жақсы орындадыңыздар. Енді келесі тапсырма. Оқушылар сөйлем құрылысына екі түрге бөлінеді: жай сөйлем және қабарлы сөйлем. Жай сөйлем бір сөз, немесе бірнеше сөз, немесе сөз тіркесінен құралып, тиянақталған бір ойды білдіретін сөйлем. Құрылымы жағынан жай сөйлем бір сөзден де, екі сөзден де, немесе одан да көп сөзден де тұрады. Жай сөйлемнің түрлері жалаң және жайылма, жақты және жақсыз, толымды және толымсыз, атаулы сөйлем. Келесі тапсырма оқушылар. Берілген жалаң сөйлемдерді жайылма сөйлемге, жайылма сөйлемді жалаң сөйлемге айналдырамыз. Театр жұмыс істейді. Бұл сөйлем жалаң сөйлем, себебі тек қана бастауыш пен баяндауыштан тұр. Ал тұңғыш кәсіби театрымыз 1925 жылы Қызылорда қаласында құрылды. Бұл жайылма сөйлем, себебі сөйлемнің құрамында тұрлаулы мүшелермен бірге тұрлаусыз мүшелерде қатысқан. Сіздер осы жайылма сөйлемді жалаң сөйлемге айналдырасыздар. Үйге тапсырма. Қазақтың кәсіби театр өнерін білу қаншалықты маңызды? Осы мәселеге орай өздеріңіздің ойларыңызды жай сөйлемдер арқылы жазып келесіздер. Сөз саны 80 және 100 сөздің аралығында. Осымен оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.